Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Гөте 261 мекенжайы бойынша орналасқан номер 31 жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Жалпы білім беретін номер 31 мектепте ұлы жеңістің 80 жылдық мерекесіне орай патриоттық әндер челленджі басталған болатын. Бұл челленджді мектеп ұстаздары ана туралы балада әнімен бастадық. Челлендж жалғасын тауып, әкелердің қолдауымен мектебіміздің үлкен әкелер хоры құрылды. Осы хорды құру кезінде біз мектепте бір үлкен әкелер форумы өткізу керек екенін түсіндік. Сол мақсатта да әкелердің қоғамдағы бала тәрбиесіндегі рөлі туралы насихаттайтын, анықтайтын бір жақсы іс-шара өткізгіміз келді. Бүгінгі өтіліп отырған іс-шара соның айғағы, дәлелі деп айтуға болады. Себебі әкелерден құралған хор бүгінгі өздеріңіз көріп отырған жаңағы өздерінің әндерін тарту етіп жатыр. Сонымен қатар қоғамға белсенді араласып жүрген әкелердің өмірін насихаттау, қоғамдағы қызметін насихаттау мақсатында өткізіліп отырған бұл іс-шара өскелең ұрпақтың бойына патриоттық сезімді сыйлайтын, анаға, әкеге деген құрметті сыйлайтын бір іс-шара болады деген сенімдеміз. Сонымен қатар бұл іс-шараны тәрбиенің 3 бағытын қамту мақсатында өткіздік. Ол дегеніміз ұстаз, ата-ана және де оқушылар. Ұстаздарымыз бастаған хорды әкелеріміз жалғастырып, әкелеріміздің хорын балаларымыз жалғастырды. Бұл тәрбиенің 3 тағанының, тәрбиенің негізгі мақсатының орындалғанының белгісі. Жалпы осы челленджді бастағандағы мақсатымызға біз айқын жеттік. Себебі ол жерде аналарымыздың, әкелеріміздің, балаларымыздың хорлары шыққан болған. Сонымен қатар бақытты балалық шақты сыйлап отырған, қазіргі бейбіт өмірде соғыссыз заманда ән шырқап, би билеп жүрген кішкентай бүлдіршіндеріміздің бейбіт өмірді бейнелеген бейне сюжетінде тамашаладыңыздар. Жалпы іс-шара өз мақсатына толық жетті деп ойлаймыз. Білім ордасына келіп, әкелер форумына жиналып отырмыз. Шын мәнінде бұндай шаралардың маңызы өте зор, әсіресе білім ордаларында болып жатқан зор. Өздеріңіз білесіздер, жалпы ата-аналар жиналысы деп жатамыз. Бірақ көп жағдайда осы аналар қауымы, әйелдер қауымы бұл шараларға белсенді, әсіресе ер азаматтар кейде жұмыс шаруасымен, күнделікті отбасының қамымен бұндай игі шаралардың басқасында бола алмай қалып жатады. Сондықтан бұл шаралардың шағын көлемде бола ма, республикалық көлемде бола ма, әрбір отбасыға тигізетін өзінің үлесі бар деп ойлаймын. Енді біз ұлттық өнердің өкілі болғандықтан, дәстүрлі өнердің өкілі болғандықтан, көп жағдайда қазір барлық ата-аналар болсын, жалпы қоғам болсын, мемлекеттің ұстанымы болсын, әрбір отбасына ұлттық тәрбиеге қайтару деген ұстаныммен жұмыс жасалып жатыр ғой. Сондықтан да бізде бірден бір спикер ретінде осындай шараларға шақырып тұрады. Жалпы қазақ тәрбие, қазақы болмас, қазақ отбасындағы әкенің орны, баланың орны, қыздың тәрбиесі, тіпті ене мен келіннің қарым-қатынасына дейін осы дәстүрлі насихат қалай болады, жалпы тарихымызда қандай ұстанымдар болған деген нәрсені шама-шарқымызша осы өскелең ұрпаққа, оның ішінде оқушыларға, студенттерге әртүрлі форматтағы шараларды жеткізіп жүрміз. Сондықтан бүгінгі шарада соның бірі деп ойлаймын. Алла қаласа осында келген әкелерге тиімді және балаларымен қарым-қатынасында бір пайдалы болатын бір рухани керемет кеш болады деп сенемін. Осындай шараны ұйымдастырған білім ордасына, білім ордасының басшылығына алғыс білдіремін. Спорт саласында көп жылдар еңбек еттік, спортшы болдық, одан бапкер болдық. Қазір Шымкент қаласындағы Олимпиада даярлау орталығының бөлім басшысы болып қызмет жасаймын. Бұл жерге келген мақсатым осы мектепте ұлым Дәулет Орынбасар оқиды. Осы Қайрат клубында футболшы, өзі спортшы. Осы бүгінгі өтіп жатқан бала тәрбиесі жөніндегі іс-шараға өзіміздің балдарды тәрбиелеу жөніндегі ой пікірімізді, жас ұрпаққа қалай тәрбие беру керек, қандай мақсаттар қою керек, қандай армандар болу керек балдардың, сол жайында жиынға қатысуға келдім. Бүгін біздің Түрксіб ауданымызда 31 мектепте кереметтей форум өзінің жалғасын табуда, әкелер форумы. Бұл форумнан біздер не аламыз, балдарымызға не береміз, балдарымызға тек қана үгіт, насихат, тәрбие және де отбасыда қандай тәрбие, қоғамның қандай тәрбиесі бар бүгінгі күнге. Қандай тәрбие алғаннан кейін әсер алады ол балдарымыз, және де қандай ертеңгі болашағында үміт артып, жоспарын қандай құрады сол форумға
осы форумда талқылайтын боламыз. Форумға қош келдіңіздер. Бүгінгі форумымызда бізде жақсы спикерлер жазылған, сол спикерлерді тыңдайтын, бірігіп сол осы тақырып бойынша талқылайтын боламыз. Бүгін мынау әке туралы өте керемет кеш өтті, өте пайдалы, өте жақсы. Мынау кішкентай балаларға өте жақсы тәрбие беретін жақсы кеш өтті деп есептеймін. Бәрі өте жоғары деңгейде, бәрі жақсы өтті. Бүгінгі мына форумды ұйымдастырып отырған 31-ші мектеп ұжымына алғысымыз шексіз. Бұл форумның енді мақсаты осы бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі. Мен ойлаймын, осында келген барлық бүгінгі форумға қатысқан әкелер өте әсерлі сезіммен кетті. Өйткені біз жаңағы тек қана осы оқушылардың әкелерін емес, және де осы ұстаздардың да әкелерін бүгін шақырып құрметтеп, 7 мамыр күніне орай шақырып өздерімен бірге ән айтып, өте әсерлі, керемет, жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бұл іс-шара енді біртұтас тәрбие аясында бізде үштік одақ деген бар. Үштік одақтың ішіне ата-аналар, ұстаздар және оқушылар кіреді. Осы үштік одақ біріккен кезде бұл бала тәрбиесіне, бала кейін жақсы тәрбие алады деген ой мақсатында жасалынып отырған форум. Ауданымызда 28 мектеп бар, сол 28 мектебінде әрқайсысында осындай әкелер форумы, әжелер форумы, аналар және аталар форумы деген форум бар. Енді бұл 31-ші мектептің бүгінгі берген жаңағы іс-шарасы, бұл бір жылдық істеген өздерінің жаңағы атқарған жұмыстарының нәтижесі.